Сәлеметсіз бе? Жаңа туған нәрестенің сары болуы қалай пайда болады? Белгілері, алдын алу және емдеу жолдары. Жаңа туылған нәрестенің терісі мен көздері жаңа туған нәрестенің сарғаюына байланысты сары болып көрінуі мүмкін. Бұл жиі кездесетін және әдетте зиянсыз ауру. Бұл әдетте жүктіліктің 38 аптасына дейін туылған нәрестелерде және кейбір емшек сүтімен қоректенетін нәрестелерде болады. Әдетте нәрестенің сарғаюы нәрестенің бауыры қандағы билирубиннен құтылу үшін жеткілікті түрде жетілмегендіктен пайда болады. Тым көп билирубин эритроциттер қалыпты ыдырау процесінде бөлетін зат қанда жиналып қалады. Бұл сарғаю. Ол өздігінен кетуі мүмкін, немесе дәрігер жеңіл терапияны немесе одан құтылуға көмектесетін басқа емдеу әдістерін ұсынуы мүмкін. Баланың бауыры қандағы билирубинді кетіру үшін жеткілікті дамымаған кезде ол сарғаюды тудырады. Жаңа туылған нәрестелердің осы қалыпты жағдайларына байланысты сарғаю физиологиялық сарғаю деп аталады. Әдетте ол өмірдің екінші немесе үшінші күнінде пайда болады. Нәрестелердің сарғаюы кейбір жаңа туған нәрестелердегі негізгі жағдайға байланысты болуы мүмкін. Мысалы, ұрықта жасушалық анемия, бауыр ауруы, сепсис, қан инфекциясы. Бас терісінің астынан қан кету, цефалогематома, қиын босануға байланысты. Баланың қызыл қан жасушаларының аномалиясы. Эритроциттердің көп саны егіздер мен кішкентай нәрестелерде жиі кездеседі. Ана мен баланың қан топтары әртүрлі және ананың антиденелері баланың эритроциттеріне шабуыл жасайды. Гипотериоз, қалқанша безінің белсенділігі төмен. Вирустық немесе бактериялық инфекциялар. Гепатит, бауырдың қабынуы, гипоксия, оттегінің төмен деңгейі және инфекциялық қызамық, мерез ауруы. Жаңа туылған нәрестелердің сарғаюының себептері. Билирубиннің артық болуы сары пигмент нәрестенің сарғаюын тудырады. Билирубин, қызыл қан жасушалары ыдыраған кезде қалдық өнім ретінде пайда болады. Әдетте ол бауырда ыдырайды және ішек арқылы шығарылады. Билирубин пайдаланылған қызыл қан жасушаларының ыдырауы кезінде пайда болатын табиғи компонент. Өмірдің алғашқы бірнеше күнінде қызыл қан жасушаларының жоғары құрылуы және тез ыдырауы болғандықтан жаңа туған нәрестелер ересектерге қарағанда көбірек билирубин шығарады. Билирубин әдетте қан ағымынан сүзіліп, бауыр арқылы ішекке шығарылады. Нәрестенің жетілмеген бауыры әдетте билирубинді тез шығара алмайды. Нәтижесінде билирубин артық болады. Физиологиялық сарғаю өмірдің екінші немесе үшінші күнінде пайда болатын сарғаюдың бір түрі. Емшек емізу де нәрестенің сарғаюын тудыруы мүмкін. Емшек емізетін нәрестелерде ол екі жолмен көрінеді. Емшекпен емізу кезіндегі сарғаю, егер нәресте дұрыс тамақтанбаса, немесе анасының сүті көп уақытты қажет етсе, өмірдің бірінші аптасында дамиды. Емшек сүтінің сарғаюы. Билирубиннің ыдырау процесі кедергі жасайтын емшек сүтіндегі химиялық заттардан туындайды. Ол өмірдің 7-ші күнінен кейін басталып, 2-3 аптаға созылады. Жаңа туған нәрестенің сарғаюының белгілері. Нәресте терісінің сары реңктері және көздерінің ақтарының сары болуы сарғаюдың айқын белгілері болып табылады. Ол әдетте беттен басталады. Сары реңк қандағы билирубин деңгейінің жоғарылауымен кеудеге және асқазанға таралады. Содан кейін аяқ пен қолға. Нәресте келесі жағдайларда дереу дәрігермен кеңесіңіз. Дұрыс тамақтанбайды, жөргекті суландырмайды, ояну қиын,
үздіксіз жылайды немесе қатты айқайлайды. Омыртқалары доғалы, ол ақсап немесе қатайған. Көздің ерекше қимылдары бар. Нәрестенің сарғаюы келесі белгілерді де тудыруы мүмкін. Ұйқылық, емшек сүтімен қоректенетін нәрестелер үшін жұмсақ жасыл сары реңктегі нәжіс және бөтелкедегі нәрестелер үшін жасыл қыша түсті. Қараңғы зәр жаңа туған нәрестенің зәрі түссіз болуы керек. Жаңа туылған нәрестелердегі ауыр сарғаюдың келесі белгілері бар. Ұйқышылдық, сары іш немесе аяқ-қолы сары болу, тітіркену, салмақ жинамау, нашар тамақтану. Жаңа туылған нәрестелердің сарғаюының қауіпті факторлары. Мерзімінен бұрын босану. 38 аптаға дейін туылған жаңа туған нәресте жүктілік билирубинді толыққанды нәрестемен бірдей жылдамдықпен өңдей алмауы мүмкін. Шала туылған нәрестелерде дәрет аз болуы мүмкін және аз тамақтанады. Нәтижесінде билирубин нәжіспен азырақ шығарылады. Босану кезінде көгеру. Босану кезінде жарақат алған жаңа туған нәрестелерде қызыл қан жасушаларының ыдырауына байланысты билирубин деңгейі жоғары болуы мүмкін. Қан тобы. Егер ананың қан тобы сәбиінің қан тобынан өзгеше болса, балаға плацента арқылы антиденелер әсер етіп, эритроциттердің тез жойылуына себеп болуы мүмкін. Жаңа туылған нәрестелердің сарғаюының асқынуы. Егер емделмеген болса, жедел сарғаюды тудыратын билирубиннің жоғары деңгейі апатты мәселелерге әкелуі мүмкін. Жедел билирубиндік энцефалопатия. Билирубин ми жасушалары үшін улы. Жедел билирубиндік энцефалопатия деп аталатын ауру жаңа туған нәрестелерде қатты сарғаю кезінде және билирубин миға өткен кезде пайда болады. Уақытылы емдеу ұзақ мерзімді зақымдануды болдырмауға көмектеседі. Сарғаюы бар нәрестеде жедел билирубин энцефалопатиясының белгілері мыналарды қамтиды. Тынымсыздық, ояну қиын, жоғары дыбыспен жылау, сору немесе тамақтандыру проблемалары, мойын және дене доғасы артқа қарай. Жаңа туған нәрестенің сарғаюының диагностикасы. Дәрігер әдетте жаңа туған нәрестенің сарғаюы бар жоғын оған қарау арқылы анықтай алады. Дегенмен емдеу стратегиясын анықтау үшін олар нәрестенің қанында қанша билирубин бар екенін білгісі келеді. Олар баланың қанын алыңыз және билирубин деңгейін және түрлерін тексеру үшін зертханаға жіберіңіз. Теріні тері билирубинометрі деп аталатын құрылғы арқылы тексеру. Ол теріңізге түскен ерекше жарықтың шағылысуын өлшейді. Егер дәрігер нәрестенің сарғаюын тудыратын жағдайды сезсе, басқа сынақтар жүргізілуі мүмкін. Мысалы, инфекцияны тексеру үшін зәр үлгісі алынады. Толық қан анализі. Денедегі қызыл қан жасушаларының санын анықтау үшін қолданады. Ретикулоциттер саны жаңадан пайда болған эритроциттер саны қалыпты шектерде екенін анықтау үшін қолданады. Ананың қаны баланың қанымен үйлеспейтінін анықтау үшін қан тобына талдау жасалады. Баланың эритроциттерінің иммундық жүйесі жойылып жатқанын анықтау үшін Кумпс сынағы. Бауыр функциясының қалыпты диапазоны. Жаңа туылған нәрестелердің сарғаюын емдеу. Әдетте сарғаю 1-2 аптада өздігінен жойылады. Дәрігер баланы күту немесе емдеуді бастау керек екенін шешеді. Мысалы, қосымша тамақтандыру қажет. Нәрестенің қабылдауын арттыру, емшек сүті немесе формула оны жиі дефекациялауға итермелейді. Бұл билирубинді денеден шығаруға көмектеседі. Егер нәресте емізу кезінде қиындықтар тудырса, дәрігер анасына емшек сүтін бөтелкемен немесе қоспамен толықтыруға кеңес бере алады. Фототерапия, жарық терапиясы.
Нәресте ультракүлгін сәулелерден пластикалық қалқан арқылы қорғалған арнайы жарықтың астында орналастырылады. Жарық билирубин молекулаларының құрылымын өзгертіп, олардың денеден шығуына мүмкіндік береді. Айырбастау қан құю. Жаңа туылған нәрестеден қан алынып, тұрақты негізде донор қанымен ауыстырылады. Жаңа туылған нәрестелер үшін бұл емдеу тек фототерапия сәтсіз болған жағдайда ғана қарастырылады. Көктамыр ішіне иммуноглобулин. Жаңа туған нәрестеге көктамыр ішіне иммуноглобулин құйылуы мүмкін. Бұл нәрестенің эритроциттеріне шабуыл жасайтын ананың антигендерінің деңгейін төмендететін қандағы ақуыз. Жаңа туылған нәрестелердің сарғаюының алдын алу. Жаңа туылған нәрестелердің сарғаюын тоқтатудың жолы жоқ. Болашақ аналар жүктілік кезінде қан тобын тексере алады. Қажет болса, нәрестенің қан тобы туылғаннан кейін қан тобының сәйкессіздігін жоққа шығару үшін тексеріледі. Бұл неонатальды сарғаюды тудыруы мүмкін. Егер нәрестеде сарғаю болса, оның асқынуын болдырмау үшін бірнеше әрекеттерді орындауға болады. Нәрестенің емшек сүтімен жеткілікті мөлшерде қоректенетініне көз жеткізіңіз. Алғашқы бірнеше күнде нәрестені күніне 8-12 рет тамақтандыру олардың ылғалдануын қамтамасыз етеді. Бұл билирубиннің жүйеден тезірек кетуіне мүмкіндік береді. Босанғаннан кейінгі алғашқы 5 күн ішінде терінің және көздің сарғаюы сияқты сарғаю белгілерін қадағалаңыз. Егер анасы нәрестеде сарғаю белгілерін байқаса, дереу дәрігерге хабарласыңыз. Балаларды уақытында емдеп, денсаулығын күтіңіз. Сау болыңыз.